Балалар жазушысы Мүбәрак Жаманбалиновтың туғанына 100 жыл. Мүбәрак Жаманбалинов 1924 жылы 7 қарашада Павлодар облысындағы Железин ауданы Тәтімбет ауылында дүниеге келген. Ауыл шаруашылық мектебін бітіріп, агроном болып жұмыс істеген. Омбы педучилищен бітірген соң, Новосібір облысында ауылдық бастауыш мектепте мұғалім болған. Оқулықтың тапшылығынан тапсырмаларды, өлеңдерді, жаңылтпаштарды өзі құрастырған. Алғашқы өлеңдері Пионер журналында 1952 жылы Қазақстан пионері газетінде жарық көрген. Балаларға арналған Айна бұлақ, Сәлем, Ертіс лебі, Кішкентай достарға, Менің інім балаларға тоқылдақ атты өлеңдер жинақтары жарық көрген. Барлығы 13 өлеңдер жинағы шығарылды. Автордың көлінді өлеңдері мен ертегілерінде балалардың орманда, үйде, мектепте бастарынан өткен күлкілі және салмақты оқиғалары баяндалады. Оның бір шама жұмбақтары мен жаңылтпаштары мектеп оқулықтарына енгізілген. 1970 жылы КСРО журналистер кеңесіне және Қазақстан жазушылар құрамы одағына қабылданды. Журналистика саласына 40 жылға жуық өмірін арнаған. Аудан өмірі мен тарихынан деректі әңгімелері сөз сүйектен өтпеді. Түгел батыр және оның ұрпақтары ақшам жинақтарына, әйгілі аудан Ертіс үштомдығына енгізілген. Қазақстанның құрметті журналисті за заслуги перед областью белгісімен, медальдармен, ондаған құрмет грамоталары және дипломдармен марапатталған. Өлеңдері қырғыз, түркмен, өзбек, латын тілдеріне аударылған. Мүбәрак Жаманбалинов 2010 жылдың 20 қаңтарында